Баршаңызға қайырлы күн уақыты. Менің есімім Айкерім Асылбек. Сіздермен бүгін етті рулеттің ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің Instagram желісіндегі парақшам Айкерім Асылбек, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Етті рулетіміздің ең алдымен омлетін дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сыр, майонез, манка және тұз керек. Сырымызды күштен өткізіп, барлық ингредиенттерді бірге қосып араластырамыз. Дайын болған массаны пергамент қағазының бетіне тегістеп, төрт бұрышты етіп жайып шығамыз. Алдын ала қыздырылып дайындалған пеште 180 градуста 10-15 минут аралығында пісіреміз. Піскенде түрі осылай болып шығу керек. Дайын болған омлетімізді бір шетінен бастап осылай рулет қылып орап шығамыз. Суымай жатып орап шығу керек. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, пияз, тұз және бұрышты өз талғамыңызға қарай саласыз. Суыған омлетімізді ашып, ішіне дайындаған салмамызды төрт бұрышына дейін жеткізіп, тегістеп, жайып шығамыз. Салмасын дайындап болғаннан кейін рулетімізді ораймыз. Рулетіміздің сыртын фольгамен жақсылап орап, 180 градуста 35-40 минутта алдын ала қыздырылған пеште қайтадан пісіреміз. Етті рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай және дәмді болып шығады. Видеоны толығымен қарағаныңызға рахмет. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Дастарханымыздан береке кетпесін.